Баршаңызға сәлем. Бүгін көпе-бай торттың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Ең бірінші шоколад пен сары майды су моншасында ерітеміз. Еріген кезде шоколад пен майды араластыру қажет. Шоколад суығанша жұмыртқа мен қантты араластырып, миксерлейміз 3-4 минут уақыт аралығында. Одан кейін шоколад пен ерітілген сары майды қосып араластырамыз. Ал енді барлық ингредиенттерді біріктіріп, онға какао және қопсытқышты қосып араластырамыз және жақсылап миксерлейміз. Қамыр дайын болғаннан кейін пергамент қағазын аламыз. Ол үшін қағазды 4-ке бөлеміз. Мен 24 см форма арқылы өлшеп алдым. Қағазды астына қоямыз. Үстінен формамен басқан кезде бізге қажетті керек форма дайын болады. Міне пергамент қағаздарымыз дайын болды. Енді қамырды салып шығамыз. Қорждарды қызып тұрған пеште 5-7 минут пісіреміз. Міндетті түрде қарап отыру, өйткені тез піседі. 22 сантиметрлік форманы алып, мен қорждарды кесемін. Енді кремімізді дайындаймыз. Оған клейки, қант ұнтағы, творожный сыр және маскарпонеті қосып жақсылап миксерлейміз.
кремimiz дайын болғаннан кейін кондитер қапшыққа саламыз. Burçларды суытқаннан кейін тортымызды жинаймыз. Тортты жинап болған соң шоколадты ганажды жасаймыз. Оған қажет шоколад пен сары майды су моншасында ертіп, торттың үстіне құйып жағамыз. Міне тортымыз дайын болды. Өте керемет шықты. Егер видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар.